Менің осы жерде қаным қайнап болып жатқан кезде екіншісі қосылғанша 120-шы минутта Арменияның командасынан гол жіберіп шығып тұрған Елімай пенальтиден ұтылатыны уже 100% белгілі болған. Свиридовқа кім пенальти тепкізген білмеймін, ол пенальтиден гол ұрған көрмеппін мен. Алтаймен ойнады, өткенде тосып алды ғой Абілхайыр Али Акбар. Осы маусымда, Не үшін? Сұрақтың жауабын Карповичтен сұрадым. Бағана бірге бардық қой Шымкентке. Неге сіздер пенальтиді дайындамаңыздар? Қалай, неге именно Свиридов тебеді, неге Әшірбек тебеді? Әшірбек теппейтін бала ғой негізі. Пенальтиді ешқашан. Күшті тепті ғой. Біз менде психологически Әшірбек төртіншісін тебу керек еді, Свиридовты кейінге қалдыру керек еді. Біз психологически пенальтиге дайындалған жоқпыз дейді. Өйткені біз дайындалсақ, біздің балдар уже соған настрой ұстап қалады дейді да. Сосын мен енді пенальти болған мақұл сұрадым, 5 адам. Жігіттер кім тебеді? Ешкім үндеген жоқ дейді. Жігіттер кім тебеді? Ешкім үндеген жоқ дейді. Қайталаған ба сонда? Қазақша 4 адам табылды. 4 адам табылды. Табылды. 5-шісі кім жігіттер? Кім аяқтайды жігіттер деген кезде Әшірбек сен тебесін деді. Короче, психологически дайын болмады. Дайын Дайын болмаған. болмады. Екеуі де психологически Еврокубокқа дайын болмады. Тәжірибе жоқ. Түсініп тұрмын, Елімай бірінші рет қатысып жатыр. Шілдесінде шырақ көрмеген әлі ондай. Сол осындай жағдайда тұрып, енді ұтып тұрды ғой, қолында тұрған моментті жіберіп отыр ғой. Бұл не бұл? Бұның артында не тұр деген ойлар туындайды да. Кейбіреулер хабарласып маған телефон шалады да, мысалы айтады. Бұл деген қарапайым 5 әріп. Біріншісі К. Біздің парақшамызға жазылмаған болсаңыз, мұндай қызықты контенттен құр қаласыз. Жазылыңыз. Бар қызық алда.